Саламатсыз көзі қарақты көрермен. Осы күндері өнер иелері ел назарын өзіне аударудың қамымен басы қатқан. Жеңілдің астымен, ауырдың үстімен жүруге дағдыланған жұлдыздар даудамайға үйір болып кетті. Дау бар жерде мін бар жерде сын бар. Алайда олар осылайша өзіне қатысты сыннан сытылып, шындықтан құтылып кетуге тырысатын сияқты. Дәл қазір сіз ашы шындықтың айқара ашылуына куә болмақсыз. Ал ашы шындықты ашып айтатын мен, Айдын Шалқар. Ендеше жұлдыздардың саны шын ба деген тақырыптағы сан түрлі пікірлер аламанына қош келдіңіз. Мен өзімнің достарымның, жақын достарымның сынын сырттан естіп қалып жатам кей кезде. Болған іс болды, оған ашуланудың да қажеті жоқ шығар. Тақырыпты ашу үшін маған мына кейістегі заттар көмекке келмек. Мөлдір су, көзмоншақ және қарамата. Сахна біреу, ал өнерпаздар өте көп. Жапа-тармағай таласып, жұлдыз болуға ұмтылған жандардың бір-біріне бәсекелес болатыны бесенеден белгілі. Өнері жақпады ма, әлде өзі ұнамады ма қайдам, сахнада сынағыштар қаптап кетті. Мақтамен бауыздайтындары тағы бар. Бұл қазақ өнеріндегі бәсекенің артқанын көрсетеді. Тек сол айтылған сындар орынды болса игі. Олай болса соңғы уақытта сыннан сүйегі сырқыраған әншілердің бір шамасын саралап өтсек. Солай демеңіз, сөйлейді солай неге қыз, қырық үйден қарауыл болса, қасыңа қалай келеміз. Өнердегі қадамын айтыстан бастап адуынды сөз құрай білген Төреғали бұл күндері домбырасын микрофонға алмастырған. Бір әні ескірмей жатып, екіншісі хит болып үлгеретін Төрештің әншілік таланты айтысып жүрген кезінде ақ белгілі болғанды. Сан ақынның ішінде мақамды қойып әуенге басқыш жігітті мына ескі мұрағаттардан байқауға болады. Төгілер талаптыға аллам нұры, шалдарға бір ән арнап берейінші, шапалақпен қолдандар залдан мұны. Алайда айтыс асырай алмас деді ме қайдам, ақындықты доғарып, әншілікке қадам басқан Төреғалидың бағы эстрадада ашылды. Дегенмен қанатын енді ғана қомдап ұшқан тас түлек әншіні сынап мінейтіндер де көбейді. Көп сынға назар аудармаған әншіге аға буыннан Дастанның сөзі қатты батқан сыңайлы. Жүрегін ауыртардай Дастан Төреғалиға не айтып қойды екен? Төреғали болсын, музыкаға келген уақытта ол жігіттерге айтарым, өзгенің әнін айтудың қажеті жоқ. Бәрі де ұғынықты болғандай, Дастанның бар айыбы көпшілік алдында шындықты айтып қойғаны көрінеді. Шындықты не үшін айт деген? Бұл сөзінің астарында қандай әңгіме жатыр? Өзінен сұрап көрелік. Мен о жерде жаман бол деп айтқан жоқ. Жақсы бол деп айтты. Ол бетке айтам ба оны, әлде сырттан айтам ба? Оны қалай жеткізді оған? Сонысы. Мен ешқандай артық сөз айтылған жоқ о жерде. Аға көңілімен айтқаны белгілі болды бізге. Алайда Дастан айтқан сынның шындыққа қаншалықты жанасатын бір саралап көрген едік. Байқоңырым елім менің еңселі, жүрегіммен сүйемін сені. И снится нам не рога космодрома, естен кетпей қойды бір қыз, жарасып тұрмыз, қосып алмай жүрміз. Күрмелген ақиқаттың бір байламы шешілген сыңайлы. Сын айтамын деп бәлеге қалған Дастанды ел көре алмайды деп кінәлады. Бұған ордалық серінің жауабы дайын. Бірақ ол көре алмаушылық емес. Ол бізді кішкентайымызда мен сені жаман болсын деп ұрмаймын, жаман болсын деп ұрыспаймын деп тәрбиелейтін. Сондықтан да ол мен ойлаймын бір сөгу емес, өзінше бір артықсыны көре алмаушылық емес ол. Ер жігіт шегіспей, бекіспейді дейді қазақ. Алайда сахна саңлақтарының өз арасына дауға ұласып кететін әдет тапқан. Тіпті кейбіреулері сырттан айтылған сынның жанашырлықтан көрі жан ашмағандыққа ұқсатып жатты. Негізі сырттан сөйлеген адам ол жаны ашымайтын адам деп ойлаймын. Себебі жаны ашитын адам ол
ешкімге жария қылмай жеке айту керек негізі. Сол үшін оны жария қылмай, мен былай ойлаймын, мынаңғы дұрыс емес деп айту кішкене дұрыс емес. Жалпы қағидада, өмірлік қағидада, ол шоу-бизнеске қатысты болсын, ол қай салаға болсын. Екіншіден енді жалпы сын дұрыс айтылса ол орынды болады, оны қабылдап білу керек. Бейбіт мырза қос әріптесін бейбітшілікке шақырып әуре. Әңгімеден байқағанымыз Ара-тұра Құшқалиев тарапынан айтылған сындар да аз емес көріне. Орынсыз сынға мұрын шүйіріп қарайтын жігітіміз орынды сынды көтеруге шамам жетеді деп отыр. Алайда даудың алдын алуға әркез дайын жүреді екен. Бәріне ұнау шарт емес. Ол бізден де мықты ғалымдардың өзін ұнатпаған, сонда адамдар болған, ұнатпайтын, ұнатқанда адамдар болған, әрине ұнатушылар көп болған. Сол үшін мен жалпы оған бір ренжіп істемеймін. Жалпы өзім даудан қашықпын және қашық болуға тырысам. Әрине мен де қателесіп қалуым мүмкінмін, дегенмен де дауды жек көремін. Дастан мен Төреғалидың көп алдында көпе көрнеу жаға жыртысқаны құрдастарына ұнай қоймаса керек. Құрдастары былай тұрсын, сахнада жүргеніне 30 жылдан асқан Айжан Нұрмағамбетова бұл даудың соңғы түйінін өзім қоям деп білек сыбанды. Таяқтың қос ұшын екеуіне де тигізіп. Ол дұрыс емес деп есептеймін. Неге десеңіз, ол тәрбиеге тіреледі ғой. Тәрбие қандай үйде қандай тәрбие көрді деген жақсылықпен айтайын десе, ол көзіне айтады ғой. Теледидарға шығармай. Менің айтатыным ол дұрыс емес деп. Келіп жігіттер былай, сен жігітім былай істеш деп сөйтіп айтпай ма? Бауыр ретінде, дос ретінде ал бәріне айту. Ол білмеймін, ол дұрыс емес деп есептеймін. Мен өзім ешқашан бір адамның жақсылығын айтуға болады, ал жамандығын, кем жерін тек қана өзіне келіп айтуға болады деп есептеймін. Ол мәдениет жағынан. Мәдениетке, тәрбиеге тіреленеді деп. Ал бір сөзінде шетелдің әндерін қазақ тіліне аударып сөйтіп жүрген әншілер де көп. Ешқашан ешкімді атын атамаймын. Өздері бәрі біледі. Молдав халқының, румын халқының, болгар халқының әндерін қазақ тіліне аударып хит ретінде сөйтіп тойларда тойлап жүрген әншілер көп. Ол жеңіл жол. Өзіңнің әніңді таппайсың ба? Өзіңнің әніңді таратпайсың ба? Халық деген сенің әніңді айтсын. Ал неде керемет әндер хит болып жүрген ана шетелде. Сол әндерді ол не? Мен ешқашан сахнадан теледидарға ешқашан әрі өздері біледі ғой. Ол жеңіл жол деп есептеймін, ол дұрыс емес деп есептеймін. Деп жастарды тыйып тастады. Даудың басы Дайрабайдың көксер емес бұл жолы. Сыннан зардап шеккендер және де сын айтып зардап шеккендер. Жалпы мөлдір судай ақиқаттың ғұмырлы болуы қиын құбылыс. Бүгінгінің өнер иелері шырылдаған шындығын айтпаса да, сүйекті сырқыратар сын айтудан алдына жан салмай тұр. Алайда бұл ма, бұдан бөлек бір талай өнерпаз қарапайым халық сынына шыдас бере алмаған. Әр қарай көретіндеріңіз. Қайрат пен Жанарды депутатқа ұсынудың өзі күлкілі. Олар сайқымазақ, олар клоун, олар елдің көңілін көтеріп жүрген адамдар. Кейде мысалы айтады, әлі жассың ғой дейді, сақалыңды ал дейді. Кеше ғана өзіміз келген қыздарымыз, өзіміз жасымыз әрі кетсе 19-20 жастағы қыздар, алтын құрамның ол қыздардың шаңына да ілесе алмайды деген сөздер болды. Ал енді ол енді өздері біледі, енді ол енді жігіттердің мәдениет парасатына байланысты өздері біледі. Қалайсың да пиардың болғаны? Негізі кейде бір жақсы болсын, жаман болсын, бір осындай бір пиардың болғаны қалайсың да? Әншілердің бір тобы қара пиарда аузы күйіп, сын естіп күйзелсе, ал Ермек Мұқашев сынға ұрындырғыш қара пиарға қолы жетпей жүр. Сондықтан өзге әріптестерінің күйзелісіне қызғана да қарап жүрген жайы бар. Айтпақтай, қара пиар демекші әншілер қауымы мына жақта әбігер болып жатқанда, қара пиардың қасқасы халық қамына бас қатырған заманауи жырау жарты эстраданы сынмен қамшының астына алды. Не де болса көз тимесін, көзсіз батырға. Мысалға мен жұлдыздардың 99% абай жолын оқымаған дегенге толық мәнді кепілдік бере аламын да. Заманауи жырау сахнадағы жүздің бірі ғана Әуезовті оқыған деп төтесінен кесті. Кеспей қайтсын, кесек сөйлеп дағдыланған рэпер өзіне айтылған сындардың аз болмағанын айтып қалды. Мен мысалы басында қабылдамады ғой. Рэп деді, ой, рэп, ойбай, рэп деді. Десек те мен қанша бар жазығым айтқаным, осы қазақтардың жастарына кішкене болса да бастарына түйсігіне бір тәрбиелік
мән кіргізу болды да. Бірақ соның өзінде де жұлдыздар болды. Жәке сен мына жасап жүрген дұрыс емес. Рэпті қайтесің, рэп деген шапан киіп шықсашы деген ұсыныстар болды маған. Басына мынандай киіп апты, кепке киіп апты, үстіне сеп тағып апты, қолына татуировка суреті бар екен деп шықты ғой. Сен батысқа еліктегенше шапан киіп шық, шапан кисең жүр ғой миллиондаған термешілер. Қабылдаса солардың ағып термесін тыңдамайды жастар. Себебі заман өзгерді, адам өзгерді. Ал заманның талабына сай жастардың миына құюдың да жаңағы орны бөлек стилі бар, жолы бар өзінің. Қазақпыз ғой толғауының 5-ші бөлімін жақында ғана жазып шыққан жан халықтың сынына етім үйренді десе, Нұржан Керменбаев халық менің сақалыммен әуре болды деп шағымын білдірді. Кейде мысалы айтады, әлі жассың ғой дейді, сақалыңды ал дейді, мысалы. Әртүрлі жағдайлар болады да. Сақал кейде өзімде кейде бір достарыма жарасады да, сақал бір бауырларыма жарасады. Қатты маған жараспай қалып жатады. Сақал екеш сақалға сын айтқан жұрттың пиғылы әр қилы болатынын әнші әңгіме барысында шетін шығарды. Сын болады, болғанда бізден кейін де болады деген сияқты ол сын әрқашан жүреді. Біз қайда жүрсек те сын жалпы әңгіме, бізге қатысты әңгімелер, өнер адамдары жайында әңгіме, оның ішінде өтірігі бар, шындығы бар. Бір жалпы жүреді. Біреу көре алмайды шығар, енді оны ешкім ішіне кіріп шығып жатқан жоқ қой. Былай айтқан кезде кім не сезіп жүрген, қандай көзқараспен, қандай оймен айтып жатқан. Нұржан айтқан бұл шындықты аттасы һәм әріптесі Нұржан Төлендиев мырза лезде қоштай кетті. Бірақ дегенмен де ол енді өнер адамға баға беру мен енді дұрыс емес деп ойлаймын. Халық береді бағасын. Халық береді бағасын, халық бағаласа, ал енді өнер адамдарын бір-біріне ол айтты сын деп есептемеңіздер. Ал кешігудің қыздары қос Нұржанның аузынан шыққан ащы шындықты түсінбеген сыңайлы. Халық бізді бағаламады. Сахнаға шыққанымыз жаңа сынай міне жөнелді деп ақыр заман төндірді. Қарапайым халықта бізге сын айтқан адамдар өте көп. Өздеріңізде интернет желісінде, Инстаграм желісінде көріп жатқан боларсыздар. Кеше ғана өзіміз келген қыздармыз, өзіміз жасымыз әрі кетсе 19-20 жастағы қыздар алтын құрамның ол қыздардың шаңына да ілесе алмайды деген сөздер болды. Ол құрамға жетіп қайда деген әңгімелер де болды. Бірақ та ол айтылған сөздерге, айтылған оқтай сөздерге біз еңсемізді түсірген жоқпыз. Ғаламтордағы оқырмандарына өкпелеген әнші қыздарға әріптесінің айтары бар. Себебі Димашқа көре алмаушылықтан туған, қастандықта жасалған. Кең диапазонды өнерпазға сайыстардың бірінде қас күнемдер дәрі беріп ұйықтатып тастаған көрінеді. Мән жайын өз аузынан естейік деп талпынған едік. Онымыздан түк шықпады. Болмайды. Айтқызбайды оны. Запретили вообще. Өзіңіз білесіздер, әрбір конкурста неше түрлі жағдайлар болып тұрады. Славян базар байқауында көптеген қызықты жағдайлар болды, оған тоқталып айтқым келмейді. Айтудан үзілді-кесілді бас тартқан Димаштың көре алмаушылықтан көресіні көп көргені көрініп тұр. Дей тұрған мен сынға келгенде шыдамым шексіз деп сабырлық танытты. Сын айтылған кезде әртіс өнердің шыңына жете бастайды. Өз басым маған сөзім шыны керек, бірде-бір өзімнің өнер көрсеткен кезім ұнаған емес. Ол ұнамайды да. Ал егер де сын айтылмай өзіңнің өнеріңе қанағаттанатын болса, ол болды деген сөз. Одан артық адам өспейді деген сөз. Сынсыз әртіс шыңдалмайды деп түйіндеген талант иесі сыншылармен сын айтушыларды ортақ ымыраға келуін, жаға жыртыспауын өтінді. Ал асаба жігіт Ғалымжан сын үшін бұлқан талқан болып ұрысуды ер азаматқа тән нәрсе еместігін айтып жатты. Ұрысып жату деген ол жаңа әйелдің нәрсесіне жататын қылық деп ойлаймын. Жаңа кішкене жарасады әйел адамға ұрысып жатқан. Ер азаматтар ұрысып жатқан енді кішкене ер азамат ретінде лайықты емес деп ойлаймын. Сахна саңлақтары сынмен арпалысып жатқанда Айбек мырзаны не толғандырғанын сұраған болатынбыз. Бір түсінгеніміз жұлдыздардың ішінде жаны тынышы тек бүркіт болып шықты. Шынымды айтсам мен оның шаруам жоқ. Кім не туралы, кім не айтып жатқан шатағым жоқ онда. Мен өзім жолым түзу болса, жолымыз ашық болса болды. Соған ғана қуанамыз. Бүркіттің уайымы белгілі болды. Керексізге орынсыз алаңдамайтын әнші қазірше Аишаны ғана ойлайтын сияқты. Ал енді бірі керісінше, басқасын білмеймін, пиары қайда деп шар құрған жұлдыздардың бірі Ермек Мұқышев. Пиарға деген құмарлығы соншалық, оның ақ қарасына қарамаймын деп отыр. Қалайсың да пиардың болғаны? Негізі кейде бір жақсы болсын, жаман болсын, бір осындай бір пиардың болғаны қалайсың да? Оның өзі бір қалыпты бір дүрті жүрді, шыны керек ше.
Бес саусақтың бірдей еместігі секілді, сахна серкелерде сынға келгенде әрқилы мінезімен танылды. Сын сүйгіші, сынға күйгіші, сын тасушы және сын айтушы. Сансаққа бөлінген сахна серкелері сынға деген шыншыл көзқарастарынан хабардар етіп қойды. Бетке ұстары да, бет шымшитындары да бар. Ащы шындық аяңдап та нысанаға жетті. Әркімнің өз шындығы бар. Алайда біздегі шындық біреу ғана. Ол ащы шындық. Аман болыңыз, сәлеміңізде шын болсын. Бұл да менің шын сөзім.